Өте дәмді керемет пирожныйдың түрі Париж Брест дайындаймыз. Ол үшін сары майымызға ыстық қайнаған суымызды, қантымызды және тұзымызды салып, отқа қойып майымыз ерігенше қайнатып аламыз. Дайын болғаннан кейін үстіне ұнымызды салып, қою масса болғанша отта осылай араластырып отырамыз. Дайын болғаннан кейін оны бір ыдысқа ауыстырып, миксерлеп суытып аламыз. Одан кейін жұмыртқаларымызды салып, массасы, қоюлығы үйдің сметанасы болғанша жұмыртқаларды сала отырып араластырып аламыз. Дайын болғаннан кейін 333-ші насадканы видеода көріп тұрғандарыңыздай соны пайдалана отырып кондитерский мешокқа дайын болған сместі салып тапамызға осылайша әдемілеп екі қайтара отырып видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайша дөңгелетіп салып шығамыз. Қызып тұрған пеште бетін ашпаймыз. 25-30 минутта дайын осыларды пісіріп аламыз. Дайын болған эклерлерді суығаннан кейін ортасын пышақпен кесеміз. Кескен кезде өздеріңіз видеода көріп тұрғандарыңыздай өте воздушный күшті болады, жұмсақ. Сливкімен дайын болған кремді осылайша арасына жағып шығамыз. Біздің осымен Париж Брест пирожныйларымыз дайын, өте дәмді болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үстінен осындай сахарный пудра сепсеңдер болады.